Сәлем достар, сіздермен Айкера, менің каналыма қош келдің. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын баклажаннан закуска дайындайтын боламыз. Мен екі түрлі баклажан пісіретін болам, біреуі майонезбен, біреуі майонезсіз. Алдымен баклажанымызды жуып, тазалап алып, қатты жерін алып тастаймыз. Осылай жұқалап, турап шығамыз. Міне мен бәрін турап алдым. Екінші майонезбен қуыратын баклажанымызға осылай думалақтап етіп турап аламыз. Қалыңдау етеміз бұны. 3 жұмыртқамызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған майымызға баклажанымызды жұмыртқаға батырып тұрып салатын боламыз. Мен май көп құймадым. Себебі ол майдан қалғанында ештеңеге қолданбаймын. Сол себепті азғантайдан құйып отырамын. Көп май құйып алмаңыздар. Асты жағы піскенде үсті жағын ауыстырамыз. Екінші баклажанымызды да дәл осылай пісіріп аламыз. Екі жағында қызартып. Мен де баклажанның бәрін пісіріп алдым. Енді помидорымызды алып, майдалап, турап шығамыз. Егер турамасаңыздар, теркадан шығарсаңыздар да болады. Мен теркадан шығармаған себебім, теркадан шығарсақ өте сулы болып кетеді. Сол үшін мен теркадан шығармаймын. Осылай укропты салып, үстіне чеснок салып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте баклажанымызды алып, жаңелде жасаған начинкамызды ішіне салып шығамыз. Начинкамызды толдырып салмаймыз, шетіне шығып кетеді, егер толдырып салатын болсаңыздар. Осылай бәрін орап шығатын боламыз. Екінші майонезбен істейтін баклажанға майонездің ішіне чеснок салып, жағып шығамыз. Майонездің үстіне помидорымыз саламыз, үстіне тағы да баклажан қоятын боламыз. Менде тамағымыз дайын болды. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаң, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кет. Сонда менің салған әрбір рецептімді өткізіп алмайсың. Сау болыңдар.